Жүгіруші эйфориясы, эндорфиндер және шамадан тыс жаттығулардың жасырын қаупі. Сіз жүгіріп келе жатқанда, әсіресе ұзақ жүгірген кезде белгілі бір сәтте ерекше күйге түсесіз. Бұл күйді спортшылар жүгіруші эйфориясы деп атайды. Бұл жай метафора емес, нақты физиологиялық құбылыс. Ұзаққа созылған аэробтық күш түсіруден кейін организмде эндорфиндер бөлінеді. Бұл нейропептидтер мидың опиоидтық рецепторларымен байланысып, ауырсынуды басады, мазасыздықты азайтады, жеңілдік сезімін, тіпті ұшу күйін тудырады. Бұл адамның денесінде шығарылатын есірткіге ұқсас. Бірақ кез келген есірткінің жанама әсерлері болады. Оның ішінде көп айтылмайтындар да бар. Мысалы, репродуктивті гормондардың бөлінуін тежеу. Зерттеулер көрсеткендей, ұзақ қашықтыққа жүгіретін интенсивті физикалық денеге күш түсірумен айналысатын ер адамдардың тестостерон деңгейі төмендейді. Сонымен қатар, мұндай организмге күш түскен кезде тіпті психологиялық стресс болмаса да, қандағы кортизол мен басқа да стресс гормондарының деңгейі жоғарылайды. Бұны физиологиялық тұрғыдан түсіндірсек, организм ұзақ физикалық күштің түскенінен стресс ретінде қабылдайды. Ол жыртқыштан қашып бара жатырсың ба, әлде фитнес үшін жүгіріп жүрсің бе, айырмашылығын айыра алмайды. Спорттағы репродуктивті функцияның бұзылуы сирек кездесетін нәрсе емес. Ол жоғары интенсивті күш түсірумен айналысатын әйел адамдарда да болады. Мысалы, жеңіл атлетика, триатлон, кроссфит сияқты түрлерінде олардың циклдері бұзылады. Эстроген деңгейі төмендейді, остеопения пайда болады. Орташа деңгейдегі физикалық күш түсіру пайдалы, бұған ешкім күмән келтірмейді. Бірақ соңғы жылдары шамадан тыс күш түсірудің зияны туралы ғылыми деректер көбейіп жатыр. 2012 жылы Майо клиникасы еңбектер журналында жариялаған зерттеу көрсеткендей, аптасына 40 шақырымнан артық жүгіретін ер адамдардың жүрек, қан тамырлар ауруына шалдығу қаупі төмендемейді, керісінше көбейеді. Шектеулі дене белсендігі инфаркт қаупін азайтады. Бірақ 2015 жылы JAMA медицина журналында жарияланған 52 зерттеудің мета-анализі көрсеткендей, егер аптасына 7-10 сағаттан артық интенсивті күш түссе, одан пайда болмайды. Керісінше кенеттен өлім қаупі жоғарылайды. Орта есеппен әр марафонда бірнеше адам коллапсқа ұшырайды, ауруханаға түседі, кейбір жағдайларда өкінішке орай қаза табады. Мұндай өлімнің негізгі себептері аритмия, жылу соғуы немесе жасырын жүрек патологиялары. Соңғы жылдары Қазақстанда Ironman жарыстары танымал бола бастады. Көптеген қазақстандықтар, тіпті спортпен айналыспағандар да Ironmanға қатысуды мақсат етеді. Өйткені бұл модаға айналып кетті. Көбінесе статустарын көтеріп, және Instagram, Facebook желілерінде әдемі көріну үшін. Осы Ironman жарыстарының денсаулыққа нақты әсері ғылыми зерттеулермен дәлелденген. Жүрекке зақым 55 триатлетке жүргізілген МРТ зерттеуінде 18%-інде жүрек бұлшықеттерінде фиброз анықталған. Жүрек қызметінің уақытша бұзылуы жарыстан кейін жүректің сол және оң жақ бөлімдерінің қызметі төмендейтіні дәлелденген. Аритмия қаупі, тұрақты ауыр жаттығулар жүрек ырғағының бұзылуына және кенеттен жүрек тоқтау қаупін арттырады. Сусыздану мен электролит теңсіздігі. Ұзақ жаттығу кезінде натрий жетіспеушілігі, гипонатриемия байқалып, бұл әлсіздікпен есінен тануға әкелуі мүмкін. Соңғы жылдары Қазақстанда бірнеше адамның жаппай жүгіру жарыстарында қаза болған тіркелген. Деректерге жүгінсек, 8 жылда Қазақстанда марафон кезінде кем дегенде 8 адам қайтыс болған. Көбіне жүрек тоқталуы себеп болған. Әдетте спорт сүйекті нығайтады. Бірақ аптасына 20-30 шақырым жүгіретін 30 жастағы кейбір спортшылардың керісінше декальцинация, сүйектің осалдығы, омыртқаның қисаюы байқалады. МРТ мен денситометрия зерттеулері көрсеткендей, кейбір ультрамарафоншылардың сүйек тығыздығы қарт адамдардікіндей. Көп болса жақсы емес, организмге баланс керек. Гормондар, сүйек, бұлшықет, жүрек, ми бәрі максималды емес, оптималды деңгейге бейімделген. Егер осы әңгімені оттың қасында отырған ежелгі аңшы жинаушыларға айтсаңыз, олар таң қалып, сендер не жындысыңдар ма? Бір күнде 15 шақырым рахат үшін жүгіресіңдер ме? Өмір сүріп жатқан орталарында бәрі дұрыс па дер еді. Олардың әлемінде егер адам 15 шақырым жүгірсе, ол біреуді қуып бара жатыр, немесе біреуден қашып бара жатыр. Сондықтан марапат пен медаль туралы емес, 50, 60, 70 жастағы өз организміңіз туралы ойлаған жөн. Сол кезде сіздің денеңіз тірек пе, әлде сәлмақ па? Ең бастысы, не үшін бәрін жасап жүрсіз? Шын мәнінде денсаулық үшін бе, әлде сол жүгіруші эйфориясы үшін бе? Ол кейін кез келген есірткі сияқты организмге тым қымбатқа түсуі мүмкін. Құрметті достар, комментарийларыңызды қалдырып, каналға жазыла кетіңіздер.